Жылдам хабарлама тарады, көріңіздер. Сәлеметсіз бе, қымбат көрермен, арнамызға қош келдіңіз. Әлемде және Қазақстанда болып жатырған соңғы жаңалықтарды алғаш арқатарынан біліңіз келсе, арнамызға жазылыңыз, лайк басуды ұмытпаңыз. 2026 жылдың 1 қаңтарынан бастап Қазақстанда еңбекке жарамдылығын жоғалтқан жөнінде асыраушысынан айырылған адамдарға берілетін әлеуметтік төлемдердің мөлшері ұлғайтылмақ. Еңбек және халықты әлеуметтік қорғау министрлігі ұсынған заң жобасына сәйкес 2026 жылдың 1 қаңтарына дейін тағайындалған төлемдер қазіргі мөлшерінен 10% арттырылмақ. 2025 жылы мұндай төлемдердің орташа мөлшері мынандай: еңбекке жарамдылығын жоғалту жағдайында шамамен 71.082 теңге, асыраушысынан айырылу жағдайында шамамен 73.378 теңге. Салық және айыппұл көлемі артады. Қазақстанда 2026 жылға арналған жаңартылған айлық есептік көрсеткіш мөлшері аталды. Осылайша 2026 жылдан бастап төлемдердің мөлшері айына шамамен 7-7,5 мың теңгеге өседі. Құжат ашық порталында 20 қазанға дейін қоғамдық талқылауда болады. Еске салсақ, бұған дейін келесі жылы ең төменгі жалақы мөлшері өзгеріс қалатын туралы айтылған еді. Видеомыз кеңінен таралу үшін лайк басып жақындарыңызға таратуды ұмытпаңыз. Бізді бақылауды жалғастырыңыз.